Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай алмадан жасалатын әдемі болып шығатын оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бізге қажетті заттар: ұн қажет болады, жұмыртқа, сары май, айран, қопсытқыш және алма қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаны саламыз, сосын оған қантты қосамыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырыңыздар достар. Сосын сары майды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, оның үстіне айранымызды құямыз. Араластырамыз. Және ұнымызға қопсытқышты салып араластырып аламыз да еліктен өткізіп отырып қамыр жасаймыз. Міндетті түрде еліктен өткізу қажет. Міне біздің осындай болып шығу қажет. Тестамыз қатты сұйық емес, қатты қалың емес. Мен алдын ала алманы турап алдым. Табанды алдын ала майлап алдым. Енді алмаларды жайғастырып, әдемілеп қойып шығамыз. Видеода көрсетілгендей жасап, оның үстіне тестамызды құйып, жайып, жан-жағын барлығын бірдей етіп қоямыз. Оның үстіне алмаларымызды әсемдеп қойып шығамыз. Ал міне дайын болды. Енді дайын болған тестамызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ал міне біздің бәліштеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, өте дәмді болып шығады. Қош сау болыңыздар.